Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі өз тілім, ана тілім. Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім дей отырып, бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Ал оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын жағымды психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Ол үшін сенің есімің деген тренингті пайдаланамыз. Оқушылар бір-біріне кезекпен мінезіне, түріне, ақылына және тағы да басқа сай есіміне сөз қосып айтады. Мысалы, ақылды Әйгерім, батыл Бақдәулет, сұлу Сымбат, тағы да басқа. Ал енді оқушылар, кәнекей осы ретпен жалғастырайық. Өткен сабақта балалар, біз қазақ тілден қандай сабақ өтіп едік? Есіңізге түсірейікші. Сән үлгілері, киім кию мәдениеті деген сабақты өткен болатынбыз. Сол сабаққа байланысты қазір сендерден үй тапсырмасын сұраймын. Оқушылар, сендер қандай киім үлгісінде жүргенді ұнатасыңдар? Классикалық киімде жүргенді ұнатамын. Мен заманауи киімде жүргенді ұнатамын. Өте жақсы. Маған әдемі және заманауи киімдер ұнайды. Өте жақсы, жарайсыңдар. Құрбыларыңа қандай киім үлгілерін киюді ұсынар едіңдер? Дәл қазіргі кезде. Мен құрбыларыма киімді ұсынар едім. Талшын, сенші? Мен құрбыма көйлек ұсынатынмын. Жақсы, тағы да кім айтады? Назым, айта ғой. Мен құрбыма ыңғайлы, заманауи және әдемі. Жарайсыңдар. Қазір оқушылар бізде ой қозғау кезеңі. Балалар, бүгін біз сабақты бастаған кезде не себепті жақсы теңеулер айтудан бастадық деп ойлайсыңдар есімдерге байланысты? Қане ойланып көрейікші. Назым, айта ғой. Өйткені бүгінгі сабағым өте жақсы. Сендерге қандай есімдер ұнайды? Маған заманауи киімдер ұнайды. Маған заманауи есімдер ұнайды. Есімдер туралы айтып жатырмыз. Қазір қандай есімдер ұнайды? Маған заманауи болғанда бір-екеуін атын айтыңдаршы. Анеля, Диана, Айзере, Аяру, Аяна, қандай әдемі аттар, е? Жарайды. Келесі сұрақ. Өз есімдеріңнің тарихын білесіңдер ме? мен білемін. Аяру, айта ғой. Айдай сұлу ақшылы менің атымды Аяру деп қойған. Өте жақсы. Талшын? Менің атымды Талшын деп. Кім қойған? Ата әжем қойған ба? Атымды қойған. Назым? Менің есімімді әжем қойған. Назым қазақтың ер жүрек батыр қыздарынан. Жақсы. Тағы кім айтады? Қабанбай батыр мен оның жары Гаухар. Мені сондай батыр қызы болсын деп атымды Назым қойған. Яғни тарихи есімге жатады екен, иә? Атың, иә, Назым? Жақсы. Аяна?
Менің есімімді ана қойған. Менің есімімнің тарихы араб тілінен аударғанда аяның көзін көру, анықтық, айқындылық, шындық, ақиқат деген мағынаны береді. Өте жақсы, керемет екен есімдерің. Ал енді келесі сұрақ сендерге. Ата-аналарың сендерді қалай еркелетеді? Ботақаның Өте жақсы, оқушылар, жарайсыңдар. Тағы да? Мені ата-анам айым ботақаным деп еркелетеді. Мені қара қызым балапаным деп еркелетеді. Өте жақсы. Жарайсыңдар, оқушылар. Мені ата-анам аян, күнім, ботам, ботақаным, ақылдым деп еркелетеді. Өте жақсы, оқушылар. Яғни, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз қандай екен сонда? Балаға ат қою деген тақырыпты өтеді екенбіз бүгін. Өте жақсы. Ой қозғау кезеңінде, яғни сұрақтарға жауап беру арқылы біз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбын айқындап алдық, иә? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балаға ат қою. Сабақтың мақсаты: хаттың жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделу мен құрылымын сақтап, хат құрастырып жазасыздар. Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолданасыздар. Оқушылар, сіздерге есімді кім қойды? Есімдеріңіздің мағынасы қандай? Ат қою рәсімі туралы не білесіздер? Әрине, әр оқушының өзінің тарихи есімі бар және өзіндік мағынасы бар. Ал енді мына ақпаратқа назар аударайық. Бала дүниеге келгенде әр отбасы оған жарасымды әрі әдемі есім беруге тырысады. Кейбіреуі заманына сай, ел арасында кең тараған заманауи есімдерді қойып жатса, кейбірі өз ата-бабаларының не ұлы тұлғалардың есімдерін, кейбірі көне есімдерді қояды. Жаңа туған сәби болашақта сыйлы, құрметті, үлкен адам болсын деген үмітпен ата-анасы оған ат қоюды жасы үлкен, сыйлы адамнан қолға салып сұрайды. Ауылдың беделді азаматы сәбиді қолына алып, азан шақырып, ағайын туыспен бірге таңдалған есімді сәбидің құлағына 3 қайтара қайталайды. Мінекей оқушылар, сәбиге ат қоюдың да өзіндік ерекшеліктері бар екен. Ендеше сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың мақсатына сәйкес оқушылар, бүгін сіздер хаттың қалай жазылу керек екендігін, құрылымын, рәсімделуін және жанрын білетін боласыздар. Әйгілі адамдардың хаттарын оқу арқылы олардың қай дәуірде, қандай деңгейде, қандай мәдениетте өмір сүргендігін байқауымызға болады екен. Хатты жекелеген адамдарға да көпшілік түрінде де жаза беруге болатындығын аңғардық. Хат белгілі бір субъектінің екінші біреуге, бірлестікке, қоғамға, мекемеге арнап жазған жеке туындысы. Осы орайда Рабиға Сыздықованың мына пікіріне назар аударайық. Бұл стиль жеке адамдардың бір-біріне жазысқан хаттарының тілін танытатын сөз мәнері. Әдетте бұл салада зерттелуге тиісті материалдар кез келген адамның күнделікті тұрмысқа, үй ішіне, қара басына қатысты жайларды сөз еткен хаттар емес, белгілі қоғам қайраткерлерінің, қалам иелерінің, ғылым білім өкілдерінің, көбінесе әлеуметтік не өзге де мәні бар мазмұндағы корреспонденциялары болуға тиіс. Хат жазудың нақты тұрақталған үлгісі болмаса да, белгілі бір жазу мәнері жүйесі бар. Хат бірінші жақтан баяндалады. Хатта нақтылы адресант пен адресат болу керек. Адресант дегеніміз хаттың авторы, хатты жолдаушы, ал адресат хатты иеленуші, қабылдаушы адам. Ал енді оқушылар, хат жазудың үлгісіне назар аударайық. Адресант сәлемдесу мәнерін анықтау қажет. Хат жолдаушы корреспонденттің жасы, әлеуметтік жағдай мен олардың арасындағы қарым-қатынасты ескеру қажет.
Жазу барысында хат жолдаушы тұлға өзі, қызметі, тұрмыс тіршілігі жайлы баяндағанда сұхбаттасушысының қызығушылығын тудыратындай жазу тәсілін анықтайды. Өзі туралы қысқаша мәлімет береді. Баяндаудың құрылымы, мазмұнын анықтайды. Оқырманына хаттың жазу себебін, оны жазудағы мақсатын жеткізеді. Қорытынды жасайды. Хатты иеленетін тұлға қорытынды ескертпе пікірін айтып, тілеп қоштасады. Ендеше оқушылар, хат құрылымына назар аударайық. Кіріспе бөлімі сәлемдесуден басталады. Хат жазудағы мақсаты туралы қысқаша баяндайды. Негізгі бөлім. Хат жазушы негізгі ойын айта алады. Қорытынды бөлімінде өз ойын қорытындап, тілегін жеткізеді. Оқушылар, ендеше досыңызға өз есіміңіз жайлы ақпарат бере отырып, хат жазыңыз. Хаттың құрылымын сақтаңыз. Есіңе түсіріп көрші, сүйікті кейіпкеріміз Қожаберген қалай Қожа, одан Қара Қожа, одан Қара Көше атанған. Осы хатты есімізге түсіре отырып, қазір жазба жұмысымен айналысамыз. Ал енді оқушылар, жұмысымызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Және салыстыру арқылы өздеріңді бағалап отырыңдар. Бала күннен бергі өскен досым, қалың қалай? Жазғы демалысты қалай өткіздің? Бүгінгі хатымда саған өз есімің туралы айтып бермекпін. Себебі достар арасында жақын таныстық болу керек деп білемін. Менің есімімді әкем қойыпты. Азамат, қазақтың төл есімі. Ел аузында жүрер халқына пана болар, нағыз жігіт болсын деген ниетпен қойылған. Бұл есім ел ішінде жиі кездеседі. Өз есімім өзіме ұнайды. Осы есімге лайықты жігіт болуды мұрат еттім. Досым, енді өз есіміңнің тарихы туралы маған хат жазарсың деген сенімдемін. Амандықта жүздесейік. Сау бол. Ал енді оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Яғни сіздерге мәтін берілген. Осы мәтіннің ішінен ауыспалы мағынада тұрған сөздерді, сөз тіркестерін теріп жазамыз. Ал енді оқушылар, жұмыстарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып, өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Бұл жерде мәтінде бауыр еті, жақсы есім, ақ тілектерін, жақсы тәрбие, терең білім, биік мақсатқа, ақ батасын және ақ жол тілейді деген тіркестер ауыспалы мағынада қолданып тұр екен. Оқушылар, енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде бізге тура және ауыспалы мағынада тұрған сөйлемдерді ажыратып жазыңыздар деген. Яғни бізге мына жерде 10 сөйлем берілген. Тура және ауыспалы мағынада тұрған сөздерді екі бағанға теріп жазамыз. Оқушылар, сендердің жұмыстарың жауаптағы жұмыспен тура келеді деген ойдамын. Ал қане тексеріп көрейікші. Тура мағынадағы сөздер. Қораның ортасына тіреу қойыпты. Яғни бұл жердегі тіреу сөзі шынайы ағаштан немесе темірден жасалған тіреуіш болуы мүмкін. Ақ көйлегі өзіне жарасып тұр. Мектептің есігі әрдайым ашық тұрады. Әжемнің жасы үлкен болса да, көзі жақсы көреді. Жаттығу жасау барысында аяғымды ауыртып алдым. Яғни оқушылар мына жерге қарап отырсақ, тура мағыналы сөздер шынайы өмірде болған іс-әрекеттердің нәтижесі екендігін байқап тұрмыз. Екінші бағанға назар аударамыз. Екінші бағанда ауыспалы мағына, яғни өзінің аты айтып тұрғандай, бұл жердегі сөйлемдердің ішіндегі сөздерді біз ауыспалы түрде қолданамыз. Мысалға, әкесі оның сүйеніші тіреу екен. Бұл жердегі сүйеніші тіреу сөзі ауыспалы мағынада алынып, әкесінің қызына қамқор екендігін білдіріп тұр. Қариялар жаңа туған сәбиге ақ батасын берді. Бұл жердегі ауыспалы мағына ақ батасы, яғни біз батаның ақ екенін жаңағы
қарияның айтқан жылы сөздерінен байқаймыз. Досымның мінезі ашық болғандықтан, көп адам оны жақсы көреді. Бұл жердегі мінезі ашық, яғни адамның мінезінің ашық, жабық екенін қайдан білеміз? Бұл жерде әрине көрінбейді, бұл жерде біз айшықтау сөздері арқылы өте жақсы мінезді адам екендігін байқаймыз және жақсы көреді. Күннің көзінде отырып кітап оқығанды ұнатамын. Бұл жердегі ауыспалы мағына күннің көзі, яғни күннің көзі болмайды. Оны біз күннің жылуы деп алуымыз керек. Сол себепті бұл жердегі ауыспалы мағына күннің көзі болып тұр. Келесі сөйлемде жұмысты аяғына дейін жеткіздік. Яғни бұл жердегі ауыспалы мағына аяғына дейін, яғни жұмыстың аяғы болмайды. Аяқ деген нәрсе тек қана адамдарға тән. Бұл жерде жұмысты соңына дейін жеткізгендігі туралы ауыспалы мағынаны қолданып тұр екен. Оқушылар, бүгін мен сіздерді өздеріңізге берген бағалау парағы арқылы бағалайтын боламын. Бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Сабағымызды қорытындылай келе. Яғни бүгін біздер ат қою рәсімі туралы ақпарат алдыңыздар. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы және көп мағыналы сөздердің анықтамасын еске түсірдіңіздер. Хат жазудың рәсімделу мен құрылымын сақтай отырып, хат құрастыруды білдіңіздер. Оқушылар, енді үй тапсырмасына назар аударайық. Менің атым қалай қойылды деген тақырыпта шағын әңгіме жазамыз. Сөз саны 40 болу керек. Сөздердің орфографиялық нормаға сай жазылуын ескереміз. Оқушылар, кері байланыс алу мақсатында сіздерге мынадай аралдар әдісін ұсынып отырмын. Яғни, бүгінгі сабақтан сіздер не түсіндіңіздер? Сол түсінгендеріңізді мына аралдарды белгілеу арқылы маған жіберсеңіздер. Егер бүгінгі сабақ сендерге өте түсінікті, барлығына үлгере алдым десеңдер, онда мынау қуаныш аралы, сүйсіну аралы, шабыттану аралдарына жаңағы стикерлеріңді жайғастыруларыңа болады. Ал егер де түсінбеген болсаңдар, онда мұң аралы, күту аралы және белгісіздік аралдарына қойсаңдар, сендердің қай дәрежеде сабақты түсінгендеріңді мен біліп отыратын боламын. Кім қай аралға тоқтады? Қуаныш аралы, өте жақсы. Өте жақсы. Қуаныш аралы, сүйсіну аралы, шабыттану аралдарында стикерлер жабыстырдыңдар, яғни белгі қойдыңдар. Өте жақсы, оқушылар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ғой, иә? Маған қоятын сұрақтарың бар ма? Жоқ па? Жоқ. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар.